Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Бүгін біздің тақырыбымыз өте қызық, керемет тақырып. Себебі біз 19 ғасыр әдебиетіндегі ең бір өршіл рухты, сондай бір батыр, күрескер, өзі ғана рухты емес, қасына сондай керемет жастарды өзінің, өз отанын, өз жерін, өз халқын қорғаймын деген жандардың басын біріктіре білген, соларға үлкен ұраншы болған керемет батыр тұлға Махамбет Өтемісұлын өтеміз. Махамбет Өтемісұлына арналған бүгінгі біздің практикалық сабағымыздың тақырыбы Махамбет күрескер ақын деп аталынады. Сондықтан қазір мен студенттерді қосып алайын, кешігіп жатқандарды. Ары қарай қазір біздің осы өздеріңіздің дайындаған презентацияларыңыз маған жіберіп отырған, міне сол бойынша жұмыс жүргізейік. Ең алдымен сіздерді бір кішкене миға шабуыл жасап алайық, қыздар. Сондықтан сіздерге мен сұрақ қойсам. Махамбет Өтемісұлы қай жылы туылды? 1804 жылы. Жақсы, 1804. Жәнібек ауданында, Батыс Қазақстан облысында, Нарынқұмның Жасұзақ деген жерінде дүниеге келді. Қандай сұлтанға арналған өлеңі бар? Жәңгір ханға арналған өлеңі бар. Сосын Исатай досына. Сұлтан деп отырмын мен. Аяжан, Насиба, ұйықтап отырмыз қыздар, ұйқыдан оянамыз. Баймағамбет сұлтанға арналған өлеңі бар, я? Жәңгірге арналған өлеңін жатқа білеміз бе? Қалай дейді Жәңгірге? Миды жұмыс жасатамыз кішкене. Хан емессің, қасқырсың. Ары қарай. Қаралбасты басқырсың, достарың келіп табалап, дұшпаның сенің басқырсың. Ал қыздар, Махамбет туралы жазылған қандай үлкен романды білеміз? Махамбетке кім қандай роман арнады? Қандай жазушы роман арнады? Жылдамдатамыз, уақытымыз кетіп жатыр. Мен ұсындым ғой сіздерге Әнуар Әлімжановтың Махамбеттің жебесі деген романын. Одан да басқа Мұхтар Шаханов та, Фариза Оңғарсынова да қаншама осы адуынды керемет поэмалар, шығармалар арнаған. Ал енді Фариза апамыз болса, Махамбетті өзіне пір тұтқан, ұстаз санаған. Махамбеттің өзінің мінезінің, Махамбеттің топырағынан жаралғандығын ол кісі үнемі мақтаныш еткен. Енді өзіміздің материалымызға көңіл бөлейік, демонстрациялық материалымызға көңіл бөлейік. Міне материал ашылуда. Демек, Махамбет күрескер ақын және дауылды жылдардың жаршысы деп Махамбетке үлкен анықтама беруімізге болады. Енді сіздер кішкене мынау өміріне сәл үзінді келтірген екенсіздер. Жақсы, Махамбет Өтемісұлының өмірін өзі жаңа сұрақтарға да жауап бердік. Енді ары қарай қараңыздар. Мына жерде студенттерімізді қосып алайық, қыздар. Енді қараңыздар, міне Махамбетке біз анықтама бере аламыз. Махамбет қандай жан? Махамбетті кім дейді екенбіз? Қандай батыр деуімізге болады екен? Махамбетті біз сөйлейміз, қыздар, бұл практикалық сабақ. Арайлым, Аяжан, Махамбетті қандай ақын дейміз, Арайлым? Мына жерде оқиық бар. Күрескер аласпан ақын деп айтуымызға болады. Махамбетті бірінші қалай дейміз? Ақберен батыр деуімізге болады екен. Көріп отырсыздар ма? Себебі 36-38 жылдардағы ұлт азаттық қозғалыстың дем берушісі. Ары қарай жалғастырамыз. Ел қамын ойлаған ардақты азамат, сары бала қара қатын қамы үшін. Оған дәлел оның өлеңдері, ары қарай кішкене көріп өтіп, дұрыстап
жазған дүниелеріңізді айтсаңыздаршы қыздар. Ары қарай Махамбетті кім дейді екенбіз тағы? Дауылпаз күйші деп айтуымызға болады. Неге? Оның өлеңдеріне қарап, яғни Қайран нарын, Ақтабан, Жайық асу, Жұмыр қылыш. Бұл жерде дауылпаз күйші деп тұр Арайлым. Демек, Махамбеттің тағы бір қыры оның күйшілігі, я? Махамбеттің қандай күйлері дүниеге келген. Қандай күйлерін айта алады екенбіз біз? Махамбеттің қандай күйлерін айта аламыз? Жазулы тұр ғой, жазулы тұрған нәрсені айтсаңыздар. Қайран нарын, Ақтабан, Жайық асу, Жұмыр қылыш, Шілтерлі терезе, Қиялы қырғыны. Ары қарай, енді Махамбетке тағы да қандай біз анықтама беріп отырмыз? Қандай ақын дейміз Махамбетті? Алдаспан ақын деп айтамыз. Алдаспан ақын. Егер естеріңізде болса, осындай алдаспан деген жыраулық поэзияның, сол жыраулардың шығармаларының осындай жинақтың аты болған. Алдаспан деген. Естеріңізде бар ма? Мұхтар Мағауиннің осы басшылығымен шыққан жинақ. Сондықтан Махамбетті де біз не дейді екенбіз? Алдаспан деп жалпы нені айтамыз? Алдаспан деп нені айтамыз? Алдаспан дегеніміз кәдімгі мына өткір қылышымыздың өзінің бір түрін айтпаймыз ба? Ары қарай сіздер тіптен мынау онлайн кезінде не болғансыздар? Ары қарай Махамбет тағы өшіреміз, дауысты өшіреміз. Қосылған студенттер, дауысты өшіреміз. Мұсылманша, орысша сауатты, зиялы. Неге? Оған қандай дәлел келтіре аламыз? Себебі ол мұсылманша оқыған, жас кезінде орысша, мұсылманша өте жақсы меңгерген. Және тағы орысшадан басқа да тілдер, яғни татар тілінде өте жақсы меңгерген. Демек, ол сол кезеңде 19 ғасырдағы қоғамдық жағдайға байланысты, әсіресе орыс тілін, себебі оған дәлел Махамбеттің баласын оқуға алуға байланысты жазған анықтамасы, арызы, және Жәңгір ханның баласы Зұлқарнайынның міне соны оқуға шақырғанда Махамбет соның қасында болған. Себебі ол орыс тілін жетік білген. Генерал-губернаторлардың орыс шенеуніктермен тығыз байланыста, қарым-қатынаста болған екен. Енді қараймыз. Мына жерде біз сіздер хронологиялық тізім жасап отырмыз. Бұл Махамбеттің өмір жолына байланысты. Демек, Махамбеттің дүниеге келгені бір әдебиеттерде 1803 дейді, бір әдебиеттерде 1804 деп жатады. Жәңгір ханның ұлы Зұлқарнайынның қасында болуы, жайықтан жасырын өтіп, ары қарай айыппен ұсталып, Калмыков бекетіндегі абақтыға 2 жылдай қамалады, сосын түрмеден қашып шығады, ары қарай ақталады, сосын Исатай батырмен бірігеді. Енді ары қарай жалғастырайық. Кешіресіздер, өтіп кеттік. Қазаға ұшырайды. Білесіздер, Исатайдың біз өткен лекция кезінде айтқанбыз, Исатай қалай алданып, сол жалпы көтеріліс қалай өзі стихиялы түрде ары қарай үлкен қайғылы Исатайдың өлуімен ары қарай басылғанын. Сосын Махамбет қарап қалмайды, Махамбет ел аралап басқа жаңағы Қоқан жеріне, басқа жерге де өтіп ары қарай қол жинауға әрекет жасайды. Дегенмен де Махамбетті ары қарай бүлікшілік, нағыз бүлікші ақын деп артына сол Баймағамбет Сұлтан бастаған солардың адамдары түсіп, ең соңында Махамбетті өз отанында, өз үйінде ары қарай Махамбеттің басын шауып. Енді ол туралы біз айттық. Енді қараңыздар, мына жерде біз акроним әдісі бойынша өлең жолдарын немесе сөз тіркестерін құрастырмақшымыз. Қарайық міне. Мына жерде енді мен мысалға келтіріп отырмын. Акроним әдісі. Осы Махамбет деген сөзге байланысты біз ары қарай. Енді осы әрбір дыбыстарды сөйлетіп көрсек, Махамбеттің мақсаты не болды? Махамбеттің мақсатын қандай шығармаларынан көре аламыз? Мынау М әрпінен басталынатын. Махамбеттің қандай өлеңдері бар еді? Мұнар күн, дұрыс. Ал енді Махамбеттің асқақ арманы не еді? Мұнар күн. Махамбеттің асқақ арманы қалай еді? Жәңгір ханнан, яғни Жәңгірдің халыққа деген өте азаттығын алып беру, яғни бағана жоғарыда айттық. Сары бала, қара қазан,
қам үшін армандады, өзінің арманы. Міне осындай үлкен асқақ арманы болды. Ол арманын айтады, осы еділдің бойы ен тоғай, не істетем дейді, ел қондырсам дейді. Сол жерде жайма шуақ керемет ғұмыр кешсе дейді. Сөйлейміз қыздар, тек не сөйлейміз? Ары қарай кеттік. Х әрпі. Халқына Махамбет қалай қызмет етті? Қандай өлеңдерін мысалға келтіре аламыз? Мәселен, Исатай басшымен қосшы. Тағы да мысалға. Исатай басшымен қосшы. Жәңгір ханнан кейінгі Байшыбар, кім хан? Баймағамбет Айшуақтарға, яғни олардың халыққа деген өте жаман істерін өлең арқылы жеткізіп, өлеңге барлық ащы шындықтарды қосып, өлең шығарғаннан кейін оны халық түсінеді, және сол өлеңдердің ішінде барлық шындықтар жазылған. Жақсы, рахмет, өте тамаша. Ары қарай кеттік, келесі дыбысты сөйлетіп көреміз. Тағы да м дыбысы мәңгілік. Махамбеттің мені туралы не айта аламыз өзінің жеке? Қандай өлеңін айта аламыз? Мен нарында жүргенде, еңіреп жүрген ер едім, Исатайдың барында. Екі тарлан. Исатайдың барында. Екі тарлан бірі. Өшіріп отырамыз. Деп айтқан. Жауап береміз, қалғандарымыз өшіріп отырыңыздар, дауыс жақсы шығады. Демек, Махамбеттің менінің астында халықтың мені жатыр, халықтың қамы жатыр екен. Ары қарай, дыбысын сөйлетіп көреміз. Махамбет. Мен енді мына жерге акроним бойынша бостандығын деп қойдым. Енді осыған байланысты қандай шығармаларын айта аламыз? Ол көбінесе қамауға түсе берді, өйткені Жәңгір хан да, Айшыбар хан да, яғни оның артынан көптеген адамдар салды, яғни жалдамалы адамдар, барлығы оны тек қамап түрмеге тастады, немесе ең соңында сол тұтқын арқылы тұтқын етіп, немесе артынан адамдар салып, ол өзінің бостандыққа шығады. Бостандықты, еркіндікті армандады дейміз, ал ел үшін қандай қызмет етті? Е дыбысын сөйлетіп көрейік. Мен болдым да. Кәне, сөйлетеміз, өлеңдер арқылы сөйлетеміз. Интернет істемейді. Түсініп отырмын, қыздар интернеттің дұрыс істемей жатқанын. Басқа жақсы қосылып жатқандарымыз жауап береміз. Ерсұлтан, Махамбеттің жаңағы дыбысынан басталынатын қандай өлеңдері бар еді? Тек еркінен құралатын. Жоқ, жалпы, ел үшін қандай еңбек етті Махамбет? Тоқтамаймыз, қыздар, келтіреміз. Ол жерде Исатай мен Махамбет екеуі көтерілістер ұйымдастырады. Бірақ ол Исатайдан алдында өзі көтеріліс ұйымдастырған болатын, бірақ ол сәтсіз болады. Бірақ Исатай мен атқа ер салмай. Ереуіл атқа ер салмай, екеулі найза қолға алмай, енку жер шалмай, ерлердің ісі бітер ме дейді. Біте ме? Ары қарай жалғастыра аламыз ба? Дұрыс қосыла алмай жатырмыз. Енді Т дыбысын сөйлетіп көреміз. Тарланым атты өлеңі бар. Исатайға арналған. Кімдердің арқасында бізге келіп отыр? Студенттер? Тарланым өлеңі бар. Тарланым, Жалпы тәуелсіздікті біз осындай үлкен жан кешті батырларымыздың, Ақберен батырларымыздың арқасында біз тәуелсіздікке қол жеткізіп отырмыз. Сол кезеңде жоқ болып кетпей. Бір тарланым, жалпы Махамбеттің бойындағы осы тұнып тұрған өзінің күрескер бейнесін, тұлғасын танытуымыз керек. Сондықтан өлеңдерін көбірек жаттауларымыз керек. Кішкене әлсіздік танытып отырсыздар. Қараңыздар енді. Менің атым Махамбет, жас құстағы Жәңгір хан ісінен болдым, құса дерті. Бұны көрдіңіздер ма? Махамбеттің өзінің дерті. Неде? Есімі Махамбет, бірақ сол Жәңгір ханның ісінен қандай
жапа шегіп отырған. Бірақ ол жапа шектім деп сарғайымға түсіп, сарғайып жатқан жоқ. Ары қарай сол Исатайдың бастаған үлкен көтерілісін ары қарай жалғастыруға әрекет етеді. Өз жанынан, өзінің жырларымен халыққа дем береді, рух береді. Енді қараймыз мына жерде. Мынау кестені біз толтыруымыз керек өлеңдердің мазмұнына қарай. Осы жерде халық жайлы өлеңдерін атаймыз. Өздеріңізге жазып отырыңыздар. Кейін кері байланыс біз платформасына жазып жібересіздер. Кестені толтыруымыз керек, және сөйлеп отырып толтырамыз. Бағдат, халық жайлы Махамбеттің өлеңдері айтамыз. Жалғастырамыз, студенттер сөйлеуіміз керек. Халық жайлы, өзі туралы қандай, заманы туралы, ерлік туралы. Өлеңдерін мен сіздерге айттым ғой, өлеңдерін мониторинг жасауымыз керек деп. Халық жайлы Жаңғырханға айтқан өлеңдері бар. Я, халық атынан сөйлейді, Жаңғырхан, сен қандайсың деп. Тағы да ары қарай өзі туралы. Өзі туралы мен едім атты өлеңімен менің атым Махамбет атты. Я, менің атым Махамбет. Мен қыстан туған құмаймын. Я. Сосын өзі параллелизмді пайдаланып ары қарай бір салыстыратын өлеңі бар ғой. Осы мен қандаймын, сен қандайсың. Мені осындай күйге түсірген қан жаңғырдың. Ары қарай Қызғыш құс деген өлең ғой. Міне қызғыш құс, соны айта алмай отырмын. Замана. Замана жайлы, керемет жазылған. Ал енді ерлік жайлы өлеңдері өте көп. Кәні? Жаңа жоғарыда талдап кеткен мұнарда мұнар, мұнар күн, мінген ер. Исатайдың мінгені Ақтабан-ай. Міне тамаша. Міне осындай өлеңдер. Енді ары қарай бұл тапсырма әлі де сол күйінде қалады. Себебі осы кестені өлеңдердің мазмұнына қарай етуіміз керек. Кестені өздеріңіз жазбаша толтырып, ары қарай кері байланысқа шығуларыңыз керек. Енді Махамбет туралы қараңыздар. Біздің үлкен қазіргі фольклор танушы, жалпы әдебиет теориясы, тарихын зерттеуші ғалым Сейіт Қасқабас. Қаны оқып жібереміз. Махамбет өзінің алды арманы көп, ал бір шағында адам өзін барынша артық бағалап, асып туған батыр сезінген, сондай болуды көздеген. Ойын ашық айтып, өзінің образын сомдаған. Ол өзінің бет әлпетін, дене құрылысын суреттеумен қатар, өзін жұртқа таныстырды. Сөйтіп өзінің кім екенін, нені көксейтінін хабарлап, тіпті өзінің мінезін бірге көшіріп отырған. Міне көрдіңіздер ма? Сейіт Қасқабасов. Бұл нені білдіреді? Бұл мынау әдебиеттің өзінің тектері бар ғой. Ал енді Махамбеттің шығармалары сол негізінен қай текте жазылды? Қай текте жатқызамыз Махамбеттің өлеңдерін жанрлық тұрғыдан? Лирика. Мынау дауыстардың шығаратын біреулерінің жауап беріңіздерші. Лириканың ішінде әсіресе қандай лирика? Саяси лирикаға жатқызуымызға болады екен. Себебі біз Махамбеттің шығармаларынан өзінің образын, себебі кез келген лирикалық шығармада лирикалық қаһарман кім? Автордың өзі. Автор өзін ары қарай, өзінің көңіл күйін, өзінің дүние танымын, өзінің көзқарасын сол қоғамға деген өз өлеңдері арқылы ары қарай жеткізіп отырған екен. Енді көтеріліс жеңіске ұшыраса да ол өз рухын ешқашан жоғалтпаған, иә? Сондықтан Махамбет ол өзін қалай суреттейді, қараңыздар. Мұнарда мұнар күн, бұлттан шыққан шұбар күн, буыршын мұзға тайған күн, бура таңға шөккенмін, бұлықсып жүрген ерлерден бұрынғы бақыт тайған күн дейді. Сол кезеңдегі қоғам, заман, жаңа замана жайлы деген кестеміз бар еді ғой, естеріңізде ме? Міне осы мұнар күнін біз замана жайлы кестені толтыруымызға болады. Себебі сол жырында халықтың азабын, елдің азабын, халықтың жайын ашына айтқан. Бір сөзбен айтқанда Махамбет бірдің емес, бүкіл елдің мұңын жырлай білді.
және өзінің өлеңдерінде қарап отырсыздар ма, қандай қайталаулар, күн деген сөз қайталана отырып, ол көріктеу құралдары тұрғысынан ерекше бір өлеңге сондай бір тамаша не беріп отыр, рең беріп отыр, көркемдік құндылық беріп отыр. Немесе жаңағы Исатай деген ағам бар, ақ кіреуке жағам бар, хан ұлымен қас болып, қара ұлымен дос болып, хан үстіне барғанда шабайық ханды дегенде шапқандай ханды амал бар. Амал барда хан шаппай, тәңірім қылды не амал бар дейді. Исатайға ханшада кімнің сөзіне ермейік, Жәңгір ханның 10 күн мұрсат бер дегеніне ермейік, шабайық деген кезде біз шаба алмай қалдық деп ары қарай Махамбет өзінің өкінішінде айтып отыр бұл жерде. Міне Махамбетті көрдіңіздер ма? Тағы да не айта аламыз? Бүгін не дайындап келдіңіздер өздеріңіз тараптарыңыздан? Енді мынадай сол 19 ғасырда, бірінші, екінші жартысында мынадай көтерілістер болған. Көріп отырмыз ба? Қараңыздар міне. 28-29 жылдар Бөкей хандығында, 36-38 Исатай Махамбет бастаған көтеріліс, 1837-1847 жылдары Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліс. Ал енді осы Исатай бастаған, Махамбет бастаған көтерілісті біз қандай өлеңдерінен жақсы көре аламыз? Жаңа ереуіл атқа ер салмай, немесе жалғыздық өзі. Бұл өлеңі қашан дүниеге келеді? Исатайдан айырылғаннан кейін жалғыздыққа. Балныр дауыс шықпай жатыр. Кешіресіз, сонда жалғыздыққа салынып, міне осындай керемет. Сет нашар болып тұр. Жақсы. Енді ары қарай, мына сәйкестендіру, біз осы әдісті пайдалансақ. Себебі сол кезеңдерде қаншама бөлік, қаншама ұлт-азаттық көтерілістер болып жатты. Біз енді осыны жаңа көрсетіп кеттік. Біз мынау көтерілістерді қалай сәйкестендіре аламыз? Қараңыздаршы міне, Тастөбе жеріндегі шайқас қай жылы болды? Бүлікшіл сұлтан кім? Ақбұлақ өзенінің бойындағы шешуші шайқас қай жылы болды? 1838 жылдағы көтеріліс басшылары кім еді? Сосын Исатай Тайманұлының ең жақын серігі. Осының барлығын өздерінің тұс-тұстарына қойып не істеуіміз керек? Сәйкестендіре білуіміз керек. Сәйкестендіреміз. Исатай Тайманұлының біреуін орындайық. Ең жақын серігі деп кімді айтамыз? Махамбет Өтемісұлын айтамыз. Махамбет Өтемісұлы. Көтеріліс басшылары, рахмет, жақсы. Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы. Ары қарай, Ақбұлақ өзенінің бойындағы шешуші шайқас қай жылы болды? Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы. 38 жылы. Ал бүлікшіл сұлтан деп кімді айта аламыз? Кенесары Қасымұлын айтамыз. Ең соңғы қазақтың ханы Кенесары Қасымұлы. Тастөбе жеріндегі шайқас қай жылы болды? 1837 жылы 15 қарашада. Біз мына кестемізді қазір сәйкестендіру бойынша дауысты өшіреміз, балалар. Студенттер дауысты өшіріп отырамыз. Енді қараңыздар, бір жағында. Қараңыздар. Махамбеттің керемет өлеңі бар. Өтемістен туған 10 едік дейді. 10 едік дейді. Мен жаңа жоғарыда айтып кеттім, Махамбетті Фариза Оңғарсынова өзіне пір санаған. Міне осы ойымызды дәлелдеу үшін қараңыздар, сіздер өздеріңіз мынандай кімнің тарапынан студенттер өздеріңіз мынандай керемет міне қазақтың үйі керегелері. Қараңыздар. Махамбеттің бауырлары кім болды екен? Айтып шығайықшы қаны шетінен, есімізге түсірейікші қаны. Ең алдымен кімді айтамыз міне? Үлкен ағасы Бекмағамбетті. Ары қарай. Кейін Махамбет. Одан кейін Тоқтамыс. Махамбет Тоқтамыс. Одан кейін Қожахмет. Одан кейін Ыбырайым. Одан кейін Айып. Одан кейін Хасен. Одан кейін Исмайыл. Сүлеймен. Осмайыл. 10-ға жеткіздік қой. Міне Өтемістен туған 10 едік дегенде осы 10 көріп отырмыз ба? Өтемістің Махамбет ең үлкендері. Өтемістен тараған міне Махамбеттің өзінің бауырлары. Осының ішінде Махамбеттің Бекмағамбет деген ағасы сол Жәңгір ханның өзінің қол астында соның бір
жақын сұлтандарының бірі болған. Ал енді қараңыздар, Оңғарсынованың Махамбет туралы естелігінен бір шумақ енгізіп отырмыз. Кәні оқып жібереміз. Махамбет, Махамбет, білмеймін желме селме, жырда онымен бір тұлға теңесер ме? Әділетсіз дүниенің қабырғасын Махамбет же Сөгер жан кездесер ме? Сөгер жан кездесер ме? Демек, Махамбет сынды әлі... Фариза Оңғарсынова. Махамбеттің біз өткенде лекцияда айттық, Махамбеттің өзінің тұлғасының бойында ерекшелік болған. Себебі Махамбеттің өзінің денесінің бітімі, табиғи болмысының өзі, бойының өзі 2 метр 5 сантиметр екен. Көріп отырсақ, қандай батыр тұлға болғандығын. Енді ары қарай жалғастырайық. Мына Махамбет Өтеміс туралы жазған ақын жазушылар. Бағана біз әдебиет тарихын зерттеуші фольклорда Қасқабасовты айтсақ, қазір көріп отырсыздар ма, ақынның мұрасы туралы Мұхтар Әуезовтің де, Қажым Жұмалиевтің де тамаша пікірлері, ойлары бар екен. Және көркем шығармада да Махамбеттің тамаша бейнесін қалдырған біздің ақын жазушыларымыз бар. Біз оның қатарына Махамбет туралы жазылған Әнуар Әлімжановтың Махамбеттің жебесін. Осы шығарма оқылу керек, осы шығармаға сюжеттік талдау жасауларыңыз керек. Себебі Махамбеттің керемет бейнесін жасаған дүние. Енді ары қарай біз жалпылама қорытындылайық. Демек, Махамбет ол қараңыздар, енді кішкене нелеу айтылған дәуірінде академик Зейнолла Қабдоловтың пікірін қараңыздар. Енді осыдан біз қандай ары қарай ой түйіндей аламыз. Кәне, біздің уақытымыз жақындап жатыр деп бізге хабар беріп жатыр. Қараңыздар. Жетер жеріне жеткізіп айтатын біздің осы Зейнолла Қабдолов, білесіздер ғой, сөз зергер академик. Қандай еңбегі бар Зейнолла Қабдоловтың? Сөз өнері, теоретик, әдебиет теориясын танытушы ғалым, ұстаз, Мұхтар Әуезовтің шәкірті. Мұхтар Әуезовым деген роман, эссе жазған керемет тұлға. Ал енді мен өзім мақтан тұтамын, мен өзінің шәкіртімін дей аламын өзімді. Қараңыздар, Махамбет дейді, өмірдегі қасіреттің синонимі, өнердегі қасиеттің символы. Пікір айтыңыздаршы. Қасіреттің синонимі, өнердегі қасиеттің символы. Бұдан артық жетер жеріне... Қасіреттің синонимі деп айтқан себебіміз, өйткені оның өзінің ағаларының өзі оған қатты... Өшіріңізші немізді. Махамбет өз өмірінде көптеген қасіреттерді басынан шеккен. Сіз өшіріңіз, Балнұр. Сіздің дауысыңыз құртып жатыр мына жақтан. Өшіре тұрыңызшы, сен дұрыс болмай отыр. Ары қарай аяжан жалғастырамыз. Махамбетті өмірдегі қасіреттің синонимі деп атау себебіміз, өйткені ол Жәңгір ханға қарсы шыққан кезде, тіпті оның туған достары, бауырлары, яғни Баймағамбет болсын, Жәңгір ханның тұсында болған, яғни өзінің туған бауыр Махамбетке қарсы шығып, Жәңгір ханның билігін қолдаған. Сонымен қатар, Исатайдан ерте айырылған 12 жылдан кейін 12 жыл шамасында Исатайсыз өмір сүрген, яғни өзінің жақын ағасы бауыры. Сондықтан да көп қасіреттің синонимі деп айтуымызға болады. Тіпті оның Қызғыш қоңыз атты өлеңдерінен Махамбетті қалай жоқтағанын білеміз. Ал енді өнердегі қасиеттің символы дегенді қалай түсінеміз? Махамбет тек қана ақын ғана, көтеріліс ұйымдастырушы ғана емес, сонымен қатар күйші, жыршы бола білген, яғни жеті қырлы тұлға болғандықтан да өнердегі қасиеттің символы деп айта аламыз. Ол тек қана ақындығын ғана емес, сонымен бірге өзінің жыршылық қасиетін, күйші екенін де дәлелдеп, бір емес бірнеше күй шығару арқылы дәлелдеп берген өзінің өнерлі тұлға екенін. Рахмет, өте тамаша. Демек, Махамбет өзін емес, өзге жайын, ел қамын ойлаған, е? Себебі Махамбеттің менінің астында елдің мені жатыр. Сол елдің сөзін Махамбет жеткізуші. Мынау Бұхара халықтың менін, Бұхара халықтың ойын ары қарай мынау басқарушы патша өкіметіне және оның сол сайланған болыс, би, сұлтан хандарына жеткізуші екен. Отбасынан баз кешіп, өз рахатынан өзі бесіп, ылғи ғана ереуіл атқа ер салып, егеулі найза қолға алып жүргендегі мақсат мүддесі елінің ертеңі. Дәлірек айтқанда, біздің бүгінгі күніміз азат қазақ мемлекетінің егемендігі. Міне Махамбеттің қасіреті қайда жатыр? Ал қасиеті осы егемендікке, тәуелсіздікке
махамбеттер арқылы біз қол жеткізіп отырмыз. Өз жерімізден соншама ұлан ғайыр Сарыарқаның даласынан қазақтың біз сол кезеңдерде айырылып қалмай, басқаға жем болып кетпей, осындай керемет тұлғалардың арқасында келіп отырмыз. Міне біздің бүгін практикалық сабағымызды біз осылай қорытындылап отырмыз. Енді дегенмен, құрметті студенттер, сіздер әлі де өлеңдерін көбірек жаттап, Махамбет туралы жазылған романды оқуларыңыз керек. Оны ары қарай тереңірек, сюжетті, композициялық тұрғыдан талдау жасап отырып оқуларыңыз керек. Себебі Махамбет ол әр өлеңінен оның көп нәрсені түюге болады. Сондықтан былай қарағанда Махамбет Өтемісұлының есімі бізге таныс сияқты. Ал бірақ тереңірек үңгіте қарап зерттейтін болсақ, Махамбеттің өлеңдерінен біз көп нәрсені түюімізге болады. Махамбеттің өлеңдерін құрылысы тұрғынан талдауымыз керек. Махамбеттің өлеңдеріне біз қандай поэзиямызға қандай жаңалықтар енгізіп отыр. Махамбеттің өлеңдері әрбір кезеңнің тарихи оқиғасын көре аламыз. Сол кезеңдегі халықтың болмыс бітімін суреттеп отыр. Соның барлығын өлеңге түсірген жан. Қорықпаған, қаймықпаған. Міне осындай тұлғаны біз өзімізге пір тұтуымыз керек. Шығармаларын, өлеңдерін қадір тұтып, бас ие отырып, ары қарай жаттауымыз керек. Және рухани азық ете білуіміз керек. Енді келесі сабақтарымыз біздің мынау үлкен ары қарай айтыс ақындарына, сал серілерге өнер тұтастығы жалғасады. Бүгін осы біз практикалық сабағымызды Махамбетке арнадық. Енді ары қарай өздеріңіз нені ұқтыңыздар? Қандай пікір айтасыздар? Нені ұққыларыңыз келеді? Міне осы қазір осында 2 жұлдыз бір тілектеріңізді айтыңыздар. Сөз тізгін өздеріңізде тағы да. Қорытындылаймыз, уақытымыз жақындап қалды. Барынша айтайық. Бүгінгі сабақ бойынша 2 тілек, 1 жұлдыз, 2 жұлдыз, 1 тілек дейміз. Қандай, нені ұққыларың келді? Жеткізе алмай қалдық. Махамбет өте өшіл ақылым болған. Оның жырларының басты тақырыбы ерлік, халықтың азаттығы, мәңгілік ел құру болған. Өзінің Жәңгір ханның озбырлығына. Менің білгенім өте көп. Махамбеттің шығармаларының ерекшелігі, өлеңдердің жазу құрылысының ерекшеліктерін меңгердім. Жақсы, тағы да пікірлер бар ма? Себебі уақытымыз аз қалды, жинақтап айтайық. Ерсұлтан, не айта аласыз? Арайлым, Ерсұлтан. Махамбеттің әндерін білеміз, өзіне арналған мен едім деп салған. Сосын ереулатқа ер салмай деп елдің тізгін. Сіз бүгін бір әнін орындап жіберуіңіз керек еді осында, Ерсұлтан. Махамбеттің кәдімгі мен едім ау, мен нарында жүргенде, еңіреп жүрген ер едім. Исатайдың барында 2 тарлан бүредім, қай қазақтан кемедім, бір қазақпен тең едім. Өздеріңді хандардың қарны жуан билердің, андай дауысын ақыртып, лауазым көкке шақыртып, басын кессем деп едім, төрде тұрған хандардың. Беуде дейді. Ой, рахмет. Міне көрдіңіздер ме, осындай пафоспен біз қазір сабағымызды аяқтамақшымыз. Ал енді ары қарай біз Махамбеттің шығармаларын, өлеңдерін жалпы әдебиетші ретінде де болашақ рухани азық ете білуіміз керек. Тағы да уақытымыз бар ма пікірлер? Қайда қыздар? Арайлым не дейді? Үлкен рахмет, Ерсұлтан. Енді мынандай жағдайдан шықсақ, біз ары қарай офлайн кәдімгі аудиторияда сабағымызды өтетін болсақ, онда біз тамаша етіп ары қарай Махамбеттің өлеңдерін орындауымызға болады. Аяжан, қорытамыз сабақты. Бүгінгі сабақты қорытылатын болсақ, бүгінгі сабақта біз Махамбет жайлы ең алдымен рухты ер жігіт екенін, өршіл жігіт екенін, өзінің туған достарына, бауырларына өте адал екенін, керемет алдаспан, күрескер ақын екенін, жыршы, күйші және де батыр екенін білдік. Яғни Махамбетті тек қана ақын ғана емес, сонымен қатар өз заманды, яғни 19 ғасырдың орта шенінде, басының орта шеніндегі елеулі тұлға бола алған деп санай аламыз. Өте сауатты, жақсы.
Рахмет, Аяжан. Өте тамаша пікіріңізге. Аяжанның пікіріне қосыламыз. Бүгінгі сабақтан көп нәрсені біз түйдік. Ары қарай өзіміз де Махамбетті сол пафоста жаңағындай өлеңдерін рухани азық етіп өмірімізге оқуымыз керек. Ол туралы көркем шығармаларды танытуымыз керек. Және Махамбеттің шығармаларын біз ары қарай болашақ ұрпақтың бойына сондай Махамбеттің жігерін, намысын, өр рухын біз болашақ ұрпақтың бойына сіңіре білуіміз керек. Ол не арқылы? Ол Махамбеттің шығармалары арқылы. Тағы да пікір білдіретіндер бар ма? Бағдат қайда? Арайлым қайда? Алып қосарым бар еді. Жақсы, тыңдаймыз. Яғни 1845 жылы сол Текеев ба, Түлекеев деген қазақтың үйіне барған. Сол қазақтың үйіне барған кезде ол аяқ асты ұсталып қалады. Кейіннен ол ұсталғаннан кейін оны тағы да соттап жібереді. Сосын оны шекарадан шығу керек дейді, бірақ ол өзінің ұлын оқыту үшін шекарадан шығады. Кейін ол шекарадан шыққаннан кейін қайтадан соттап, оны табу үшін 1000 сом тігеді. Кейін 1000 сом тіккеннен кейін ол Махамбет, яғни Харунжи Тұрымұлының қолынан қаза табады. 1846 жылы 20 қазанда. Рахмет, студенттер, біздің уақытымызда жақындады. Үлкен рахмет. Сіздермен түсініп отырмын. Қазір мына онлайн форматта бір-бірімізбен жүзбе-жүз кездесіп, біз сіздерден энергия алып ары қарай осындай тамаша неде ұйымдастыратын